Осы жылы 2018-2019 жылдардағы жылыту маусымына дайындық мақсатында бюджеттен 5,5 миллиард теңге көлемінде қаражат қарастырылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 миллиардқа артық. Қаламыздағы екінші жылу электр станциясына жылыту маусымына дайындық үшін және қосалқы жабдықтарға 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Запланирован капитальный ремонт. Биылғы жылы 2 қазандықты, 1 турбинаны және нөмірі 4 қазандықта кеңейтілген жөндеуді жоспарланған болатын. Ағымдағы жылдың 14 мамырында 4 қазандықтағы күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. 3 қазандықтағы жөндеу жұмыстары да уақытында аяқталды. Бүгінгі таңда іске қосу жұмыстары жүргізілуде. Пайдалануға ағымдағы жылдың 15 қазаны беріледі. Ал нөмірі 4 турбинаға ағымдағы жылдың 27 шілдесінен бастап күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіле бастады. 90 күн ішінде жұмыстың 63% орындалды. Жөндеу жұмыстарына барлығы 30 адам тартылды. Турбина қазан айының 25-інде толығымен дайын болады. На станции имеется нормативный запас топлива. Станцияда бүгінгі таңда былтырғы жылдан қалған отын бар. Көмір 23 күнге. Бұл 45,880 мың тонна, немесе норманың 115% болмақ. Ал отын майы 66 күнге, яғни 800 мың тонна бар. Жылыту маусымына дайындық аясында ГРЭС-1 станциясына 700 миллион теңге қаражат бөлінді. Бүгінге кестеге сәйкес станция 9 және 11 турбиналарын жөндеу және 8 турбинаның ағымдағы жөндеу жұмыстарын аяқтады. Ведется на сегодняшний момент расширенный текущий ремонт котла номер 9. Осы жылдың 25 шілдесінен бастап 10 қазандықта ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оның орындалуы 45%-ды құрайды. Бүгінде кесте бойынша жұмыстың 51% орындалды. Мердігерлік ұйым 2 ауысымда жұмыс жасайды. 31 адам жұмыспен қамтылды. Аяқтау және жұмысқа енгізу мерзімі осы жылдың 15 қазаны деп жоспарлануда. Әкім орынбасары Владислав Цай өзінің баяндамасында бүгінгі күні бәрі өз уақытында жүріп жатқанын және қала әкімі Теміртау Ғалым-Әшімовтің қолдауымен елеулі кешіктірулер болмайтынын атап өтті. По 10 котлу Каргресс такая ситуация. 10 қазандықтың жұмысы бүгінде аяқталып қалды. Биылғы жылы жылыту маусымына дайындығымыз жақсы. Енді бәрін уақытында аяқтасаңыздар жеткілікті. Сондай-ақ аппарат жиынында тұрғын үй шаруашылық бөлімінің басшысы Низами Гаджиевич осы жылы мәселесі шешілмеген әлі 9 үй бар екенін атап өтті. Бүгінгі таңда мәселесі шешілмеген әлі 9 үй бар және бірнеше жекеменшік үйлерде кездеседі. Олармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мәселені шешу барысында барлық жағдайларды қарастырамыз. Шаһар әкімі Ғалым Әшімов бұл мәселенің қала тұрғындары үшін өте маңызды екендігін және оны кешіктірмей шешу қажеттігін атап өтті.